Габриэль, сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Я өте жақсы. Ауа райы жақсы. Ажик. Габриэль, өзің туралы айтып бере аласың ба? Я әрине. Менің есімім Габриэл. Негізі мен Швейцарияданмын. 10 ай бұрын Қазақстанға келдім. Студент ауыстыру бойынша. Осы жерден оқыдым. И қазір мен 10 ай Батылболға барамын. Осы жерде қазақ тілі туралы бәрі үйренедім, біледім. Күшті екен. Сен Қазақстанға неше жыл, неше ай бұрын келдің? 10 ай бұрын мен келдім, Швейцариядан. Жақсы. Сен 10 айда қазақ тілін өте жақсы деңгейде үйреніп алдың. Рахмет. Қазақ тілінде сен ең сүйікті сөзің қандай? Менің ең сүйікті сөзім мүмкін бәрібір. Маған осы сөзі бәрібір негізі өте қатты ұнайды. Бұл сондай флоу, егер сен бәрібір айтасыз. Бірақ негізі мен батылбол туралы бірінші мен Швейцарияда тыңдадым. Менде университет бір мұғалім Қырғызстаннан болдым. И мен оған айтқан ой, мен жақында Қазақстанға барамын. Қай жерде мен мүмкін қазақ тілі үйрене аламын. Ол маған осы батылбол туралы кеңес береді. Маған осы туралы өте қуаныштымын. Күшті. Сен қазақ тілін не үшін үйрене бастадың? Рас айтсам, менің ойымша, егер адам ол көп уақыт бір елде тұрады, менің ойымша бұл өте маңызды жергілікті тілі білу. Бірақ негізінде маған әр тілде өте қызықты. И маған маңызды жергілікті адамдармен хабарласады. Хабарласу? Хабарласу. Хабарласу. Сен батылбол туралы не айта аласың? Мен батылбол не айта аламын? Менің ойымша, егер сенде қазақ тілі білмесіз, батылболға барасыз. Бұл ең жақсы орын қазақ тілі басында үйрену үшін. Қазақстанда, Алматыда әртүрлі сөйлесу клубы бар ма, бірақ өте жиі олар либо немесе олар ақылы деген емес, батылбол деген. И кейде өте жоғары деңгей керек, қатысу үшін жоғары деңгей керек. И батылболға әр адам келе алады. Бұл өте жақсы. Және өте жақсы еріктілер бар. Сен қарапайым өмірінде, далада, оқуда сен қазақ тілінде сөйлейсің ба? Кейде, бірақ рас айтсам, өте жиі емес. Бірақ мен тырысамын мейрамханаларда қазақ тілі тапсырыс беремін. Бірақ әрине өте жиі адамдар, олар егер мен қазақ тілі тапсырыс беремін, кейде олар арыз тілін жауап береді. Негізінен мен түсінемін, себебі менің қазақ тілім ең жақсы емес.
и мен мүмкін орыс Ресейден келген адам сияқты, иә. Сен Қазақстанға келгенде, Қазақстанға қазір тұрасың, оңай. Сен нені байқадың, не қызық нәрсе байқадың? Қандай айырмашылығы бар Швейцариямен? Айырмашылық? Қызықты сұрақ, бірақ табиғат негізі ауырмашы жоқ. Өте ұқсайды. И сол маған өте ұнады, бірақ әрине Швейцарияға қарағанда Қазақстан өте үлкен ел. Мен Швейцарияда бір жақта басқа жаққа мүмкін 4 сағат көлікпен барам. И 4 сағатта мен Қазақстанда ешқандай жерге барам. И бұл өте қызықты менің ойымша. И қалай айтсам, әрине әртүрлі сондай менің өте қызық болған өте национальность, өте маңызды қандай жүзсіз, қандай русыз. И Швейцарияда біз өте концепция білмейміз. И маған тағы өте қызықты, өте мен сол, иә. Ал адамдар Швейцарияда Қазақстан туралы не біледі? И өте аз. Иә. Менің анам и және атам, әкем, олар мен айттым, олар тек қана қай жерде орналасқан білетін. Бірақ әрине көп адамдар біледі Қазақстан, там в постсоветском пространстве, и бірақ, иә, негізінде кішкене танымал емес Швейцарияда. Бірақ бірнеше досым олар келді, и қазіргі Қазақстан Швейцарияда танымалырақ, және олар өте Қазақстан, оларға Қазақстанда өте қатты ұнады. Сенің туған ана тілін қандай? Немес тілі, себебі швейцарлық немес тілі, бұл диалект. Сен неміс, қазақ тілінен басқа қандай тілдер білесің? Француз тілі мен мектепте кезімде үйренедім. Бұл қысайды Қазақстанда егер арыз мектебе барсаң, сен қазақ тілі үйренесің, егер и басқаша. И Швейцарияда біз мектепте француз тілі және ағылшынша тілін үйренеміз. Иә, и мен де орыс тілі білемін. Орыс тілін қай жерден үйреніп алдың? Басында Швейцарияда менде 5 жыл бұрын бір мұғалім болдым, ол осы тілі жақсы біледі. И ол бізде теген курс берді. И бірақ содан кейін мен бәрі үмітіп қалды. И 3 жыл бұрын менде көп уақыт болдым. И мен 3 ай Петербургқа бардым. Сол жерде орыс тілі жақсы үйренедім. Бірақ содан кейін әрине жалғастырады, и әр аптада үйренедім. И иә, менің жоспарым мен қазір жақында кетемін,
И менің жоспарым Швейцарияда қазақ тілі үйрену жалғастырамын. Иә. Күшті екен. Сен Швейцарияға кетесің ба? Иә. Қазақстанға келесің ба сосын? Мүмкін егер менде осы жерде болашақта мүмкін жұмысы болады, немесе турист ретінде қайта беремін. Тағы рет келемін, себебі мен әр жерде әрине көрмедім. Күшті екен. Сен мамандығың қандай? Қазір студентпін, бірақ негізі мен антропология, социалдық антропология Швейцарияда оқимын. Жасың нешеде? Мен 24-мен. Все жақсы. Жақсы, көп рахмет саған келгеніне. Сізге рахмет. Саған қатты ризамын. Сау бол. Сау болыңыз.